6 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, Жамбыл арнасын көрермендер, эфирде достық дастарханы хабары. Бүгін бізде хабарымызда Азербайжан ұлттық мәдени орталығының жастар қанатының төрайымы Белла Владимировна қонақта. Ал Белла, хабарымызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе, Маржан? Бізде бүгін хабарымызда Азербайжан ұлттық тағамын дайындағалы жатырмыз. Жалпы қандай тағам дайындаймыз? Біз бүгін Азербайжан ұлттық тағамын дайындаймыз. Ол көфте бозбаш дегені айтылады. Негізі осы блюдо идет как первое блюдо жүреді. Бірінші тағам жүреді, иә. Бүгін көрсетеміз, дайындаймыз және жейтін боламыз, иә. Ендеше емеске алжып қысымыз жабай. Мәне бастайды. Бәрекелді. Ал енді Белла, бізге не керек? Соны айтып өтсек. Бізге бүгін керек фарш. Ол қойдың еті и сиырдың еті. Тағы тұз, күріш, қара бұрыш жүреді. Мынау специяның аты сары чөй Азербайжан деп аталады. Негізі ол куркума. Куркума деген білесіздер, сол куркума. Және біздің нанның аты базилик деп аталады. Базиликтің түрі болады. Нан бәрін біз фаршқа қосамыз. Және фаршты күрішті қосамыз и көксік, иә. Пиязды саламыз. Сосын мынау ноқаты жүреді, иә. Және картоп. Осының бәрі біріншіден біз қазір, наверное, пиязды тораймыз и көксемді тораймыз, иә. Бәрекелді. Шақты бере салыңыз. Ал ендеше көксөкті тураймыз ба? Бастайық. Бастайық. Мынаны сізге, мынаны маған. Майдалап тураймыз ба? Майдалап тураймыз, иә. Бұл енді Азербайжан ұлтының салт дәстүрлеріне тоқталсақ, жалпы сіздерде жалпы қандай өзі мұсылман халқысыздар ғой, бірақ енді әр ұлттың өзінің ерекшелігі бар ғой? Иә, негізі Азербайжанлар ол мұсылмандар жүреді. Қыз алып қашу мәселесі сіздерде бар ма? Иә, бізде осында мәселе бар. Бізде на Кавказе это очень распространено. Қызды алып қашу, бірақ негізі көбісі кәдімгідей құда түсіп, сырға салып, осындай салт дәстүрді бізде бар. Осындай салт дәстүр өткізіп, қызды уже алып кетеді, иә. Негізі осындайлар бар бізде көп. Но в основном все-таки кәдімгі нормально, как положено, по обычаям, сырға салып, сіздерді алып кетеді. Қалмал береді, иә. Қалмалын бізде өте көп береді. Негізі, например, қазақтармен салыстырғанда, біздің қыз жақтан көп нәрсе беріледі. Например, қазақтарда қыз жағынан өзі киім алады, көп киім алады. Бізде наоборот, қыз жақтан қыз өзіне барып, со стороны жениха, например, керегін алады ғой. Керегін бәрін алады. Мынау жүреді. Со своей заловкой. Қазақша қалайды? Заловка. Қайын сілісі, иә. Сонымен бірге барады, базарға, немесе торговый центрға, сол бәрін таңдап, шубаны алады, аяқ киімді алады, киімді алады. Соның бәрін таңдап, женихастарына сатып алады қызына. Ал егер жағдай болмаған жағдайда, егер қалыңдықта көп сұраған жағдайда не болады? Көп сұрағанда уже они договариваются. На суммаға келіседі, иә. Но, например, қазақтарда қыз өзі бәрін алып кетеді, иә. Киімдерін, шубаларын, дүниесін бәрін алып кетеді. Бізде со стороны жениха киімдерін алады, дүниесін бірақ қыз алып кетеді. Бытовой техника, мебель. Например, бізде өз спальнийді, например, өз бөлмені, жатын бөлмесі полностью девушка. Жабдықтайды ғой, перде, және
мебель, мынаның бәрін девушка вплоть до ковра. Она полностью все это сама обеспечивает. Енді пиязды тураймыз кішкене, иә. Майдалап па? Майдалап, иә, тоже осындай пиязды турап. Девушка полностью свою комнату обустраивает. Толығымен жабдықтайды ғой. Иә, вот одну комнату она полностью, и және өзіне бытовой техника алады. Посудомоечный машина, Өзіне қажетін алады ғой. кір жуғыш машина, иә, бәрін қажетін алады. Және бізде, например, қыз жақтан алтын тағады. Жениху, күйеуіне, потом туысқан туыстарына, қайнағаларына, бәріне алтын тағады. Также со стороны жениха, например, самым близким родственникам одежду одевает. Киім, костюм, шалбар, сізде осындай бар бола ма? Костюм, шалбар алады, көйлек, нан бәрін сатып алады. В общем, расходы очень большие. Я замужем сама, но я не вышла замуж за свою национальность. Күйеуім Азербайжан емес, но мен күйеуім өзбек. Ол кісілер сіздерді қалай ұзатты сіздерді? Біздің азербайжанша ұзатты. Сіз бүкіл киімді алдыртып алдыңыз ба? Иә. Все, что надо, бәрін алды. Келесі не істейміз? Келесі енді біз картопты тазалаймыз. Екеуміз. Сіз пока картоп тазалғанша, мен фаршты дайындаймын. Міне біз мына жерде фаршымыз дайын тұр. Мына жаққа жарты пиязды біз зажатқа қалдырамыз. Жарты пиязды біз фаршқа қосамыз. Зелень тоже жартысын фаршқа қосамыз. Жартысын қалдырамыз. Несіне? Үстіне бетіп әдем болсын. Күріш дайын болып тұр, тазалаған, жуылған, уже высақшы күріш, тоже мұнайқы қосып не істейміз күрішті. Жалпы бұл тағам қай кезеңнен бастап келе жатыр бұл тағам? Қалай шықты, тарихы бар ма тағам? Пияздың көзін. Көзіміз ашылатыр, қымбат көрмендер, пияз өте ашты екен. Көзіміз ашылатыр. Надо быстро фарш сделать. Бұл тағамның историясы, конечно, бар. Қара бұрышты салып жатырмын мен. Испокон веков. Көне заманнан бері осы тағамды біз дайындаймыз. В чем преимущество этого блюда? В том, что оно очень сытное. Тоқ болып жүресің. Иә, тоқ болып жүресің целый день. И плюс как первый и как второй жүреді. Көп специя салып, нан. Өзімізге жас келді ғой, пияздың ашысына, иә? Иә. Ары айта береміз. Так, все добавляем сюда. Бұл тағам кімнен үйрендіңіз? Анаңыздан ба? Иә, анаңыздан үйрендік. Өзіңіз енді жиі жасап тұрасыз ба үйде? Иә. Әңгімеден айтып отырсаңыз, енді жалпы өзіңіздің балаларыңыз бар ма? Иә, менің балаларым бар, бір қызым бар, аты Самира. Такое имя выбрали пияздың көзі. Тез жасап тастайық. Иә, тез жасап тастайық. Так, вот это готово пока. Мен картоп жуып келейін. Енді біз осы фарштан осындай домалақ жасаймыз. Ол көфте, осы домалақ көфте деп аталады. Орыстарда болады, орыстар тефтели деп аталады, бірақ бұл кішкене дәурек болады. Үлкенірек болады. Үлкенірек болады. Картопымызды дайындап. Картоп енді кәдімгі сорпаға торап. Сорпаға салғанда қолайды. Енді өзіңіздің қызыңызды қай ұлттың тәрбиесімен тәрбиелеп жатырсыз? Мы свою дочку больше, наверное, как азербайджанку воспитываем. Так, осындайлар домалақтар. Вот. Отбивать нужно хорошенько. Еще сюда мы добавили курыш, яйцо для связки, жұмыртқаны қосамыз.
Жалпы енді сіздерде үлкендер жағын мысалы бізде сәлем салу мәселесі бар мысалы. Аха. Сіздерде қалай ол? Бізде сәлем салу деген салт дәстүр жоқ бізде. Просто почетное отношение к взрослым идет. Сәлем салмайсыздар ғой? Сәлем бізде жоқ. Өзбектерде сәлем бар. Олар тойда, например, сәлем айтады. Негізі, когда новая невестка на первую свадьбу, когда идешь, тоже сәлем айтасыз. А так негізі жоқ. Сәлем салмайсыздар? Сәлем салмаймыз. Бізде осындайлар жоқ. Мен естуім бойынша өзбек ұлты бұрышта тұр сәлем салады дейді. Иә. Ол қалай, соны айтып берсеңіз? Честно, подробности даже не знаю, потому что мы как-то отдельно живем, и негізі вот такие у нас, получается, круглые. Кішкене тефтереден дәурек болады, но они вот большие идут. Міне қымбат көрермендер, ішіне күрішімізді қостық, фаршымызды қостық, жаңағы керекті, қажетті специялардың бәрін қостық. Енді не істейміз? Енді біз зажарка жасаймыз. Қазір так, сковородкамыз дайын тұр. Пиязды алып. Пиязымыз қайда? Міне пияз. Көк керек па? Жоқ, керек емес пока. Пияз, масло, майымызды аламыз. Так, пока мы зальем воду, су қойып, газ қосайық. Воду зальем и будем біздің көфтемізді қайнаған күтпейміз, жоқ, саламыз көфтені салып пісіреміз қазір. Осы мұздай сумен пісіре береміз? Иә. Мына жерге қазір біз зажарка май қоямыз. Негізі сливочный май болу керек. Майымыз қайнағанша, иә, рахмет. И зажарка жасаймыз. Тағы не керек пияздан бөлек? Пияздан сол ғой, зелень, если есть по возможности перецті қосамыз и дайындаймыз. А енді ноқат не үшін керек? Ноқатты тоже қазір біз отдельно пісіреміз. Ноқат негізі нужно предварительно замочить его в воде, чтобы он быстро варился. И бір күн бұрын, не? Иә, бір күн бұрын, немесе кешке қарай замочить етіп, немесе азында, если вечером будете готовить. И будем отдельно варить, потом вместе их смешаем. Міне қымбатты көрермендер, біздің тамағымыз пісті. Кәнекей мына ашып көрейік. Иісіне деген керемет. Нағыз ауызашарда ішетін сұрпа екен, Иә, ауызашарда өте жақсы болады. Сүтіне болады, асқазанға жақсы болады. Иә, ішінде көп специя бар, зелень бар, еттің мұны көріп алыңыз. Ноқаты бар ішінде. Картоп бар ішінде. Мұны көфтеміз піскенше осындай үлкен болып болады. Сорпа салайық, енді тамағымызды жеп алайық. Ал. Мұнда қояй. Иә. Көксөктен себеміз ба? Себеміз, иә, конечно. Плитамызды өшірейік. Міне қымбатты көрермендер, тамағымыз дайын болды. Міне көксөгімізді бетіне себеміз. Иісі деген өте керемет болып тұр. Ал. Ендеше астарыңыз дәмді болсын. Белла, шай ішіп алайық? Шай ішіп алайық, иә. Міне қымбатты көрермендер, біздің тамағымыз да пісті. Астарыңыз дәмді болсын. Міне қымбатты көрермендер, біздің тамағымыз пісті. Тән? Иісіне. Иісіне деген керемет. Нағыз ауызашарда ішетін сорпа екен, е? Иә, как раз ауызашар. Екінші думай. Ашқаны просто суы.
барып со стороны жениха, например, со своей... Керегін алады ма? Керегін бәрін алады. Мынау жүреді. Со своей заловкой. Қазақша қалай айтады? Заловка. Қайын сілісі. Сонымен бірге барады, базарға, немесе торговый центрға сол бәрін таңдап, керегін алады. Шубаны алады, аяқ киімді алады, киімді алады. Өзімізге жас келді ғой, мынау пияздың ақшысына, Иә. Ары қарай айта беріңіз. Так. Все добавляем сюда.